Қазақтың ұлттық қолөнері мен дала мәдениетінің алтын тамыры, тал бесіктен жер бесікке дейінгі көшпелі халық тұрмысының шарайнасы. Ұлы даланы мекендеген ұлттың ұлық өнері баяндалады. Ұста мен зергер, киіз өңдеу өнері кеңнен қамтылған. Аңшылық, саятшылық және ат бегілік мәдениетін жаңғыртатын бағдарлама. Кескіндеменің тақырып аясы кең. Соның бірі натюрморт. Қазақ бейнелеу өнерінде натюрморт жанрын әр кезең суретшілері өз уақытына сәйкес әртүрлі бейнелеп келген. Мысалы, Абрам Черкасский өз шығармасында көбіне бөртегүл мен қызғалдақтарды пайдаланған. Ал Айша Ғалымбаева шығармашылығынан киіз үй ішіндегі дәстүрлі көріністерді байқаймыз. Ғалымбаева ақ дастархандағы ұлттық тағамдар мен ыдыс аяқтарды және киіз үй ішіндегі декоративті көріністерді тамаша көрсете білген. Жалпы кескіндеменің негізгі бір бөлігі бұл түс. Түс арқылы адам өзіне сезімін де береді, көңіл күйін де береді, қуанышын да береді, қайғысын да береді. Түс символикалық болуы мүмкін. Осы символ арқылы, түсті символға айналдыру арқылы өзінің ішкі сезімін бере алады. Түс әуенді де болуы мүмкін. Мысалы, қандай да бір шығармаға қарап отырып, сол шығарманың әуенін табуға болады. Жалпы осы түс арқылы біздің кескіндеме жанрының, кескіндеменің өзінен жанрлар пайда болған. Жанрдың ішінде ең ертеректегі пайда болған бұл тарихи жанр. Кескіндеме бейнелеу өнерінің бір саласы. Кескіндеме заттың сыр сипатын, нәрсе мен кеңістіктің қарым-қатынасын үндестіре бейнелейтін көркемдік және танымдық қуатымен ерекшеленеді. Ең бастысы, шындықты бейнелеуде көрерменге тікелей әсер ететін өнер құралы. Кескіндеме өнерінде бірнеше жанр түрлері бар. Олар тарихи, тұрмыстық, соғыс тақырыбы, жануарларды бейнелеу, адам келбетін бейнелеу, натюрморт, теңіз пейзажы және табиғатты бейнелеу. Орындалу сипатына, бейнелеріне қарай кескіндеме бірнеше топқа бөлінеді. Соның бірі монументті сәндік кескіндеме. Оларға қабырға бетіне, үйдің ішкі төбесіне салынатын суреттер жатады. Егерде монументалды кескіндеме көбінесе сыртқы аулаларда, ғимараттарда, архитектураларда қолданылса, ал енді қондырғылы кескіндеме көбінесе шеберханада өтеді. Қондырғылы кескіндемені сонау 16 ғасырлардан 13 ғасырлардың кескіндемешілері, шеберлер пайдаланған. Дегенмен бұл кескіндемен пайдалануда жазықтықта, яғни кенептің бетіне мольбертке қондыру арқылы сыртынан шектеулер жабыстырып отырып, біріктіріп отырып, осында шағын ғана жазықтықта үлкен дүниелерді тудыратын ерекше өнер түрі болып табылады. Қондырғылы кескіндемеде, яғни түс пайдаланылады. Бұл түсті, яғни бояулар арқылы жүзеге жеткізеді. Соның ішінде бояулардың түрлі түстілігі бұл темпера. Темпераны сонау көнедегі мастерлер, шеберлер пайдаланған, яғни ол жұмыртқаның ағыз уызын түрлі пигменттерді пайдалана отырып, бір-біріне араластырып отырып жаққан. Суреттің өңін келтіретін бояулардың түрлері мен оны салу әдістеріне қарайды, кескіндеме туындылары өзара жіктеледі. Сондай-ақ кескіндеме туындыларын жасауда акварель, гуаш, пастель, тушь молынан қолданылады. Пастельді кескіндеме бұл қарандаш секілді майлы бояу. Оны көбінесе көптеген бұрынғы суретшілер өздерінің шығармашылығына ыстық суға пастельді қосу арқылы өздігінше техника жасаған. Бұл пастельді техниканың бір жақсысы бұл майл бояуға жақындау болып келеді, көрінісі. Енді тағы бір түрі бұл акварель. Акварельдік кескіндемені екі түрге бөлінеді. Сулы жағу бою және де қоюлы қылқалам арқылы жағу. Сулы бояу арқылы жаққан кезде ол мөлдір суға, мөлдір тұнық суларға бояуды тамызу арқылы іске жеткізеді.
Майлы бояу келесі ең ерекше өзекті бояулардың бірі бұл кескіндемеде майлы бояу болып табылады. Майлы бояу арқылы көптеген шеберлер өзінің туындыларын сонау ғасырлардан бүгінге дейін тастап кеткен. Түс арқылы кескіндеменің өзінен жанрлар пайда болған жоғарыда айтып өттік. Оның ішінен ең алғашқысы саналатын тарихи жанр 15-16 ғасырларда Еуропада пайда болған. Дегенмен, бұл жанрдың гүлдену кезеңі 19-20 ғасырлардағы жылжымалы орыс суретшілері дәуіріне тұспа-тұс келеді. В 1754 году в Российской империи 1754 жылы Ресей империясында алғашқылардың бірі болып дүние жүзіндегі алғашқы көркем сурет академиясы құрылып, осы тұстан академиялық кескіндемемен классицизм қарқын ала бастайды. Біздің жинағымыздағы Чебуевтің бата беру картинасы сол бағыттың жарқын үлгісі бола алады. Жалпы классицизм бағыты библиялық, тарихи және мифологиялық көріністермен ерекшеленеді. Мына картинадан Исаактың баласы Яковқа бата беріп жатқан сәті бейнеленген. Картинада бір-біріне кедергі болмай, нақты үшбұрышты құраған фигуралар нақты бір композицияны беріп отыр. Түстерге келсек, мұнда да классицизмге тән көк, қызыл және сары түстер таңдалып алынған. Бір сөзбен айтқанда, бұл нағыз классицизмдік картина. и желтый цвет. То есть все цвета выбраны. То есть это типичная картина классицизма. Кескіндемелік шығармалар жазу барысында ең алдыменен әдіс, яғни техникалар, суреттеу құралдары керек. Бұның ішінде біз перспектива, жарық, форма, композицияларды айтып кетуіміз керек. Перспектива дегеніміз біздің кескіндемен жазу барысында алдыменен адам негізі үлкен кеңістікті пайдалану барысында қолданылады. Негізі перспектива екіге бөлінеді, жазықтықта ауалық перспектива және кеңістіктегі сызықтық перспектива болып бөлінеді. Сызықтық перспективаны, мысалы, біздің орыс суретшілерінің ішінде Шишкин, немесе қазақ суретшілерінің ішінде Кенбаевтар ерекше қолданған. Ал ауалық перспективаны француз суретшілері өздерінің шығармаларында ерекше пайдаланады. Суретшінің кескіндемеде пайдаланатын құралы сәуле, рең, бояу. Сәулені бояу реңдерімен нәзік астастыру арқылы өмір құбылыстарының айқында шынайы көріністері жасалады. Суретші шеберлігінің көрінер жері де осында. Суреттеу құралдарының бірі болып, бұл көркем образдарды жасау болып табылады. Көркем образдарды әр суретші әртүрлі қабылдайды. Бір ғана бір композицияны, немесе бір ғана бір оқиғаны әр суретші әртүрлі қабылдауы мүмкін. Оған ел, уақыт, немесе суретшінің көзқарасы міндетті түрде әсерін етеді. Айталық, бізде атамекен деген көптеген суретшілердің ішінде осы атамекен тақырыбы ерекше қолданылады. Соның ішінде мысалға бізде Қанафия Телжановтың 50 жылғы буын суретшілерінің ішінде реалистік бағытта ерекше көзге түскен Қанафия Телжановтың шығармашылығында атамекен атты туындысы реалистік түрде жазылған, өте көлемді және де түсінікті шығарма. Онда мысалға бір белгілі бір шопан ат үстінде отырып, сонау жыртылған жерге қарап тұрған көрінісі бейнеленген болатын. Ал осы атамекен атты туындыны кейінгі 80-ші жылғы суретшілердің ішінде сюрреалистік бағытта өзіне ерекше көзге түскен бұл Бексейіт Түлкеевтің туындысы бар, атамекен атты. Оның туындысында атамекен енді мүлдем өзгеше көрініске ие болады. Яғни бұнда әрбір жазылған композициядағы денелер символикалық көрініске, яғни дәлме-дәл бір болып жатқан уақиға емес, енді ол сонау түсінігі бойынша, тағдыр бойынша, атамекеннің тағдырына қарай белгіге айналған композицияны байқауымызға болады. Яғни әр суретші өзінің тақырыбын сол заманына қарай пайдаланады. Суретшілер өзінің шығармасын, идеясын жазу үшін міндетті түрде өзіне лайықты форматты пайдаланады. Мысалы, көлденең формат арқылы жайлы сезімді, қуанышты жеткізсе, тік формат трагедияның немесе портреттердің мазмұнын аша алады. Жалпы шығарма жазу барысында композицияның маңызы зор. Суретші композиция жасау арқылы өз ойын көрерменнен жеткізе алады.
кескіндемелік композицияларда жарықты пайдалану барысында көптеген ерекше композициялар шығады. Яғни бұл композицияның ішіндегі заттардың, денелердің көлемін, олардың тереңдігін, жақындығын, алыстығын беруде осы жарық пен көлеңкелер ерекше ықпалын тигізеді. Бұның ішінде рефлекстер, яғни шағылысулар, соның ішінде жартылай көлеңкелер, контрасттар немесе бір сарынды жартылай көлеңкелер осы түс арқылы композициялық шешімге үлкен рөл атқарады. Елуінші жылдарғы суретшілердің ішінде Жаңатай Шарденовтың шығармашылығы ол өзінің жазу стилімен ерекше көзге түседі. Оның тіпті натюрмортының өзінде де жазу мәнері өзгеше. Натюрмортында мысалға бейнеленген құмыра ішіне бейнеленген гүлдерде, түрлі түсті гүлдерге жазу арқылы олардың объемын, яғни көлемдерін көрсету осы натюрморттың ерекшелігін байқалады. Анималистік жанрда көбінесе голландық суретшілер немесе Қытай суретшілері өздерінің шығармашылығында кеңінен қолданған. Ал қазақ суретшілері бұл жанрда көбінесе ол анимализмді, яғни жан-жануарларды өздерінің шығармашылығында композицияға біріктіре отырып жазған. Айталық Қанафия Телжановтың Көкпар атты туындысы осының мысалы бола алады. Яғни мұнда ол жылқы бейнесінің жазу барысында оның анатомиялық шешімін ерекше жазып, яғни алдыңғы планда жазу барысында кісінеген бейнесімен, кісінеген көрінісімен дүбірлеп шапқан шабысы байқалады. Яғни анатомиялық шешімді жазу барысында суретші осы анимализмді, яғни жылқы жанрын, жылқы бейнесін жазу барысында осы қазақ халқының осы жануарға өте жақын екендігін көрсеткісі келген. Кескіндемеде тұрмыстық жанр ерекше дамыған. Бұл жанрда адамның қоғамдағы күнделікті өмірі баяндалады. Мысалы, Зейнегүл Түсіпованың ауыл тұрмысына арналған Бауырсақтар немесе Амандос Ақанаевтың Қала өмірі бейнеленген Қарбалас атты туындылары осы жанрға жақсы мысал бола алады. Суретшінің қылғаламына ілінген сол бір мезеттік көрініс заманның, дәуірдің, ортаның сан алуан сырларын шертеді. Сезім құбылыстарынан, жан тебіреністерінен дерек береді. Көрерменмен үнсіз тілдеседі. Одной из самых любимых картин посетителей нашего музея является картина Артура Ричи. Біздің мұражайға келушілер Артур Ричидің шахмат тақтасы картинасын қызыға тамашалайды. 19 ғасырда жазылған картинадан неорококо стилінің керемет үлгісін көре аласыз. Неорококо жалпы алып қарағанда барокко стилінің жалғасы деуге болады. Монументальды бароккодан ерекшелігі рококо камералық жанрға жақын келеді. Мұнда жақын адамдардың оңаша қалып, уақыт өткізіп жатқан сәті бейнеленген. Бұл сахнадан өзара жақындықты, сондай-ақ камералық сезімді байқаймыз. Зер салып қарасаңыз, картинаның жанынан рококо стиліне тән қобдишаны көресіз. Негізінен картина бойында рококо стиліндегі қызғылт рең басымырақ. Дегенмен, басқа да пастельдік реңдер кездеседі. Мұндағы жеңіл ойнақы мен тылсым сезімталдық рококо стиліне тән. Такая легкая игра, знаете, такой легкий флирт, утонченный. Все это было свойственно стилю рококо. Кескіндеме дәуірдің рухани мазмұны мен әлеуметтік дамуын бейнелеп қана қоймай, көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету арқылы өзінше қорытынды жасауына себепкер болады. Сондықтан да кескіндеменің қоғамдық тәрбиелік мәні зор, және ол деректемелік мағлұмат та береді.